саламатсыздармы? Мен 3-Г сынып оқушысы Хекматуллаева Мадина Артыкбай қызы. Баян Садибековнаның оқушысы Фариза Оңарсын қызы 1939 жылы дүниеге келген. Атырау облысының Манаш ауылында 2014 жылы дүниеден өткен. Фариза Оңарсын қызының тақпақтары маған өте қатты ұнады. Және де олардан бірі әке деген тақпағы. Әке деген асқар белің алдағы, әке емес пе бұл өмірдің бар мәні. Адам болсын менің мына балам деп, осы емес пе барлық әке арманы. Қалай адам қыламын деп баламды, уайыммен атар кейбір таңдары. Баласының қабағына қарайды, атса екен деп қуанышпен нұр таңы. Әкесінің қамын жейді құрметтеп, ұлтшыл демек рухы биік ұрпағы. Және де анажан деген тақпағы. Аялап көлдей, нұр шашып күндей, жанына мені балаған, көңілі көктем, мейірімін төккен, аяулым сенсің анажан, асыл әнімсің, жазғы таңымсың, өзіңнен нұрлы жолдарым, тылсым жылдарда, қиын сындарда, тілегің менің қорғаным. Қайда жүрсем де, ойым бір сенде, сенімің болды тұмарым, болсам деп бірге, сағынам күнде, жан ана сенсің жыр әнім.